бір-бірімізге көршілесіміз бір-бірімізге айналып ойын ойнап жүрейікші әлі. Айналып ойнап жүрейікші. Апай, сіз не сеттіңіз? Не болды? Сіз күшті духи есіпкен екенсіз. Сезіп тұрсың ба күшті? Иә. Оны қалай сезіп тұрсың? Мен сезіп тұрмын мен. Сонда оның қандай сезім болды? Қандай сезім болды оның бала? Я, Нұрсила? Сезу, мүшесі болды. Солай ма? Сейчас отыра ғой. Тағын шығар, Мержан келе ғой. Нұржас. Алыңдар етін, қалағындарын алыңдар. Ал, өте жақсы. Мержан. Не болды? Мынау өте қышқыл. Оны қалай біліп тұрсың қышқылды? Тілімен сезіп тұрсың, жағай. Ал Нұржас? Мәссаған қандай тәтті. Қандай тәтті дейді. Бұл не сонда? Сен қалай біліп тұрсың тәттілігін? Мен оны тілмен тіл арқылы. Демек, дәм сезу, қандай сезім мүшесіне болады? Тілміш. Тіл арқылы, иә? Тіл арқылы біз дәм сезетініміз, иә? Жақсы отырғанымыздар. Келесіге. Мен бізде ане келе оңыздар күн шығады тағы. Нұрсила және кімет. Келе ол жақылады. Келсеңіз істейсіз. Иә. Ал көздерін. Таңшылы. Қандай бір бұдақ әрі жұмсақ? Оны қалай сезіп тұрсың, Нұрсила? Мен бұны қолмен сипап сезу арқылы сезіп тұрмын. Қолмен біз қандай сезім мүшесін біледі екенбіз? Сипап сезу мүшесін білеміз. Ал, сен ше? Қандай қатты? Мен бұны қол арқылы және сезу арқылы сезттім. Не арқылы? Тамаша болды. Жарайсыңдар балалар, өте тамаша. Тағында сезім мүшелер бар, айтып өтейші әне. Тағында сезім мүшелер бар. Нұржастан? Көру мүшесі бар, сипап мүшесі бар. Тағы біз сипауды айттық жаңа, көру. Көруді біз қайнемен көреміз? Қалай көреміз көру? Немен көру? Қалай көреміз біз? Біз көруді көз арқылы көреміз. Өзіміз арқылы көреміз, айналадағы болып жатқан нелерді? Болып жатқан болыстарды, оқиғаларды, қоршаған ортаны біз қалай көреді екенбіз? Көз арқылы. Көру. Сезім мүшесі көз арқылы. Ал тағы не бар? Әділет. Естің ба? Сен қалай естің оны? Құлақ қандай сезім мүшесі екен сонда? Есту сезім мүшесі екен. Тамаша, жарайсыңдар балалар. Неге біз барлық сезім мүшелерін біз біледі екенбіз, оның бәрін зерттеп білдік. Ал енді мұқият неге қарай қойыңдар. Жаңа біз бірінші айттық, мына тұрған қандай мүше? Мұрын. Қалай етеміз бұны? Иіс сезу арқылы. Ал бұл ше? Тіл арқылы біз нені білдік? Дәмін сезген екенбіз, Ал бұл ше? Ол арқылы? Ол арқылы екен. Келесі? Есту. 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 Көз
балалар, сонымен бізде неше сезім мүшесі бар екен? Қандай ол? Есту және көру. Сонымен бізде 5 сезім мүшелері бар екен. Жақсы, жарайсыздар. Келесі тапсырмамыз балалар. Осылардың барлығы қалай жүзеге асады екен? Не арқылы? Ми арқылы. Ми не істейді балалар? Сигнал? Мысалы, тағы бір кішкене тәжірибе жасап кетейік. Так, келі ғой, кім бар? Ену келі ғой. Я. Қолым, я. Не сездің? Сипап арқылы сездім. Не сездің? Судың қандай екенін сезіп тұрсың? Қандай екен су? Су? Мұздай. Мұздай, суық екендігін сездің, ә? Осы кезде бізге өткен кезімізде балалар бірден миден сигнал береді. Біз қолымыз бірден тартып аламыз да, қолымыздың ұшында біздің нелер бар екен? Сезетін. Тамаша балалар, өте тамаша жарайсыңдар. Ендеше әрі қарай бізде ойлан, тап, тоқтыр. Бұл жерде біз керекті сөздер бар. Бос орындарға, сол керекті сөздерді алдарыңызда парақтар жатыр. Сол парақтарды ашып, орындай қойыңдар. Керекті сөздерді тиісті керекті жеріне қолданып орындаймыз. Тез орындай қойыңыздар. Біз тапсырмамызды көрейік. Кім оқиды екен маған? Кім дайын? Әрден оқи қойшы екен? Біреуін қазір. Жүйке жүйесі бұлшық еттердің жиырылуына қатысады. Несіне қатысады екен бұл жерде? Жарайды, екіншісін кім оқиды? Екіншісін. Кім барған екен мына жерде? Асқан тұрсам оқи ғой. Жүйке жүйесі мен термен сілекейді Жүйке жүйесі термен сілекейді бөлінуін қамтамасыз етеді. Сілекейдің бөлінуіне алады екен балалар? Қамтамасыз етеді. Жақсы, және тағы жанарсы айта ғой. Адам жүргенде аяқ бұлшық еттерінің жұмысы күшейтіндігін тыныс алу жүйелейді. Адам жүгіргенде аяқ бұлшық еттерінің жұмысы күшейетіндіктен не істейді екен? Тыныс алу жүйелейді. Ең соңғысын маған оқиды Асқар Аман Тұрсынхан. Жүйке жүйесі ыстықтан және суықтан қорғайды. Қорғайды, көрдіңдер ме балалар? Ал енді осының қазір тексеріп көреміз. Осылай қойып шықтыңдар ғой, солай ма? Ал енді осының дұрыс деген не аламыз біз? Көреміз. Барлығыңызда осылай ма? Тамаша. Сіздар. Ал енді осы жерде біз не істедік біз? Нені таптық бірінші? Жүйке жүйесінің бұлшық еттердің жиырылуына қатысады. Екен білдік. Және? Аманов? Жүйке жүйесі термен сілекейдің бөлінуі. Білдік. Және? Нұржас? Адам жүгіргенде аяқ бұлшық еттердің жұмысы күшейтіндігін тыныс алу жүйелейтіндігін білдік. Және? Жүйке жүйесі ыстықтан және суықтан қорғайды. Қорғанатын білдік. Кәне бала осыны жүрес қалай сендерге? Неліктен себебі біз зерттедік. Маған зерттеу өте қатты ұнады. Және біз мүшелерді ажыраттық. Қандай мүшелерді? Сезім мүшелерді. Тамаша. Біз керекті сөздерді қолдана алдық. Бос орындарды
қажетті сөздермен толықтыра алдық. Толықтыра алдым. Өте жақсы балалар. Иә балалар, жаңа оның барлығын неден істеп көрдік өзіміз. Зерттеуден жасап көрдік, өз қолымызбен, өз көзімізбен жасап көрген болатынбыз. Ал енді қазір тапсырмалар бар балалар. Осы не арқылы біз қазір тапсырмалар орындаймыз. Мысалы, бірінші тапсырма. Сіздерге көрініп тұр ма? Көрініп тұр, да? Кім келіп оқиды маған? Біреуін оқиыңыздар, кішкене. Кім? Асқан болсам келі ғой тездетіп. Сырттан кірген әжеймен газ шығарып тұрма деп сезіктенді. Ол бірден әжейге өтіп газ пешін тексерді. Ол газды қай мүшесі арқылы сезіп қойды. Суреттерім белгілі. Сырттан келген әжей пеш газ шығарып тұрма деп сезіктенді. Ол бірден асүйге өтіп газ пешін тексереді. Ол газды қай мүшесі арқылы сезіп қойды? Қай мүшесі? Өзің белгілеші кәне, қай мүшесі арқылы сезіп қойды? Қай мүшесі арқылы сезіп біледі? Кім көмек береді? Іңкәр келі ғой. Қай мүшесі арқылы сезіп біледі? Былай құрамыз. Тексере қоямыз. Қай мүшесі арқылы екен? Мұрын. Иісті біз не арқылы сезетін едік? Мұрын сезу арқылы сезетін едік. Солай ма? Жақсы отыра ғой. Келесі тапсырмамыз балалар. Келесі екінші тапсырмамыз. Кім шығады? Нұрсила келі ғой. Адам айналасындағы заттар мен құбылыстарды қандай мүшелер арқылы қабылдайды? Екі жауап бар екен, айналып құбылыстарды қандай мүшелер арқылы қабылдайды деп тұр бұл жерде. Қандай мүшелер арқылы екен? Есту мүшесі арқылы және көру мүшесі арқылы. Тамаша. Келесіге. Шеш тапсырмадан шығады екен. Тамаша. Әділет келе ғой. Адам ағзасының жүйелерін қызмет сипатымен байланысты. Тағам өнімдерін қорытып, нәруыз, май мен көмірсуларға бөледі. Бұл ас қорыту жүйесі. Қанды тамырлар арқылы мүшелерге жеткізеді. Бұл қан айналым жүйесі. Мүшелер мен ағзалар жүйесінің жұмысын реттейді. Бұл жүйке жүйесі. Тексеріп көру ғой. Екен балдар, дұрыс шықты, Так. Қараңыз. Сонымен жүйке, бұны біз азаттақта әдісі арқылы орындалаймыз. Жарай ма? Ал енді қараймыз балдар. Жүйке жүйесінің маңызы қандай екен? Іңкәр. Жүйке жүйесінің маңызы ағзадағы жүйкелердің қызметін реттейді. Жақсы отыра ғой, және қандай маңызы бар екен? Нұрсила? Жүйке жүйе денедегі мүшелердің қызметін атқарады және ал ендеше балалар, біз қазір таза тақта арқылы сабағымызды қорытындылаймыз. Ал енді қараңдар, жүйке жүйесінің маңызы қандай екен? Іңкәр айта ғой. Адам ағзасындағы барлық жүйкелер мен мүшелердің жұмысын реттейді. Реттейді екен, аман болсын айта ғой. Жүйке жүйесіндегі дене мүшелерді жұмысын реттейді. Және кім айтады тағы? Жарайсыздар балалар, енді біз таза тақта әдіс арқылы бүгінгі сабағымызды қорытындылап жіберейік. Жүйке жүйесінің маңызы қандай екен? Іңкәр айта ғой. Адам ағзасындағы барлық жүйкелер мен мүшелердің жұмысын реттейді. Жүйке жүйесі денедегі мүшелердің жұмысын реттейді. Реттейді. Жақсы. Нұржас айта ғой. Адам айналасындағы заттар мен құбылыстарды сезім мүшесі арқылы қабылдайды. Жақсы. Ал жүйке жүйесі ауруларын емдейтін дәрігер маман кім дейді екенбіз біз? Нұрсила, толық айтыңыз, Жүйке жүйесінің ауруларын емдейтін маманды невролог дейміз. Невролог дейді балалар.
өте сабаққа жақсы қатысыңдар. Сабақ ұнады ма сіздерге? Иә. Иә, демек бір каз сөзімізді айтып жіберейікші. Первый айтып жіберейікші. Бүгінгі сабақ өте қызықты және әрі бізге бұл сабақ өте маңызды болды. Тамаша. Және Нүсила. Бүгінгі сабақ маған қатты ұнады. Себебі біз жүйке жүйесінің маңызын білдік. Жүйке жүйесінің ауруларын емдейтін маманды білдік. Және әртүрлі зерттеулер жасадық. Жақсы. Және пайдалы. Руслан. Біз жүйке жүйесі туралы білдік. Сипап сезу туралы, көру сезу туралы, есту сезу туралы білдік. Жақсы. Балалар үйге тапсырма, осы оқулықтың 51-ші бетін оқимыз және дәптермен жұмыс жасаймыз. Тұра болыңыздар. Рахмет балалар. Сау болыңыздар.